Бүгінгі өтетіміз дүниежүзінің тарихи мәдени аймақтары. Жалпы дүниежүзілік өркениеттің тамаша туындыларын адамдар керемет деп атайды. Ежелгі дүние осындай жеті кереметті танып білген. Жалпы әлемнің жеті кереметі екіге бөлінеді: қазіргі және ежелгі жеті керемет. Ежелгі жеті кереметке тоқталып өтетін болсақ, бірінші, Хеопс пирамидасы. Бұл пирамиданы фараон Хеопс көзі тірісіне өзіне арнап, біздің заманымыздан бұрын 3-ші мыңжылдықтың бірінші жартысында Гиза қаласы маңында Ливия шөлінде салғызған. Пирамида туралы деректер: биіктігі 137 метр, жасалған кездегі негізгі биіктігі 146 метр, қырының ұзындығы 230,4 метр, негізгі көлемі 3,5 миллион метр куб. Оны салуға 2,3 миллион тас кесек жұмсалған. Бір тас кесектің орташа салмағы 2,5 тонна. Ең ауыр тас кесектің салмағы 15 тоннаға дейін жеткен. Екінші, Вавилонның аспалы бағы. Семирамида аспалы бағы Вавилонның патша сарайындағы алып құрылыс, әлемнің жеті кереметтің бірі. Бұл сәулет туындысы ежелгі дәуірде билік жүргізген патша Навуходоносор екінің бұйрығымен өзі тұратын сәулетті сарайдың кең ауласында тұрғызылған. Шығу тарихы: Навуходоносор екіні атты Вавилон патшасы біздің заманымыздан бұрын 605-569 жылдары ең басты жауы Вавилон мемлекетінің астанасын 2 рет талқандатқан Ассирияға қарсы тартыс үшін Мидия ханы Кеоксармен әскери одақ құрады. Жеңіске жеткен олар Ассирия жерін өз арасында бөліп алады. Олардың әскери одағы Навуходоносор екінің Мидия ханының қызы Аметиске үйленумен басталады. Таулы және жасыл Мидияда өскен патшайымды жалаң құмды жазықта орналасқан шаңғыда дулы Вавилон қамтпады. Оны жұбату үшін Навуходоносор аспалы бақ тұрғызуды бұйырады. Бірақ тарихи ғылымда жаңылысып, бақ атауын одан 2 ғасыр бұрын өмір сүрген Ассириялық Семирамида патшайымның атауымен атап кеткен. Қызықты деректерге назар аударсақ, бақтың әр жағы 4 плетронға тең болған. Плетрон гректердің ұзындығы өлшемі, ол 30,8 метрге тең. Олай болса, бақтың ауданы 123,2 метр квадрат болған. Патшаның әскери жеңістерінің нәтижесінде оның жаулары көп болды. Осыған байланысты аспалы бақтарды қарулы әскерлер күзетті. Аспалы бақтың әр қабатының табаны саз кірпіштен қаланған. Араларында қамыс жайылып, су өтпес үшін оларды қарамаймен және қабатталған қорғасымен жапқан. Ағаштар көлеңке және ылғалды сақтау үшін бір-біріне жақын егілген. Олар кипарс, қарағаш, самырсын, емен, ақ үйеңкі және тағы да басқа ағаштар. Бұл ағаштар мысалы пальма мықтылығымен қатар шірімейтін қасиетті болған. Сол қасиеті үшін құрылысқа пайдаланған. Үшінші, Эфестік Артемида ғибадатханасы. Артемида храмы әлемнің 7 кереметтің бірі. Кіші Азияның Эфес қаласында салынған. Зевстің қызы Артемида ежелгі гректерді аңшылық құдай ретінде танылған. Көне заманда ең маңызды күнкөріс көзін жебеуші Артемиданың қаншалықты сыйлы құрметті екені түсінікті. Салынуы 120 жылға созылған ғибадатхана құрылысын сәулетшілер Пеонид пен Деметра біздің заманымыздан бұрын 453 жылы аяқтады. Біздің заманымыздан бұрын 356 жылы Александр Македонскийдің туған күні, яғни әлемге дүниеге келген күні, Эфес тұрғыны Геростат деген біреу храмды өртеп жіберді. Сөйтіп әлемнің 7 кереметтің бірі болып Артемида храмы және оны союшы болып Герострат тарихта аты қалды. Төртінші, Олимптегі Зевс мүсіні. Зевстің алтын мүсіні кезінде ежелгі Грекиядағы Олимп тауында Зевс құдайға орнатылған ескерткіш. Әлемнің 7 кереметтің бірі. Біздің заманымыздан бұрын 5-ші ғасырда өмір сүрген белгілі афиналық мүсінші Фидий сомдаған. Ежелгі гректер құдайлардың құдайы деп сенген Зевске арнап ақ мармардан зәулім сарай тұрғызған. Фидий өзінің мүсінін осы сарай ішіне сомдаған. Тақта отырған құдай мүсінінің биіктігі 17 метр болған. Ол сарай төбесіне сәл-ақ тимей тұрған. Зевс отырған тақ түгелдей алтын және піл сүйегінен жасалған. Негізгі ағаштан істелген құдай мүсінінің беті, қолы, аяғы және ашық төсі өте нәзік зергерлікпен өңделген піл сүйегімен түгелдей қапталған. Мүсіннің белден төменгі бөлігі гүлдермен, жұлдыздармен, әртүрлі хайуанаттар бейнесімен
көркемделген алтын жамылғымен жабылған. Мүсінші Зевстің бір қолына ұстатқан жеңімпаздық құдайы Ника бейнесі, екінші қолындағы қыран қонған тұғыр да алтын мен піл сүйегінен жасалған еді. Ал Зевстің басына таза алтыннан өрілген тәж кигізілген болатын. Ежелгі гректер ең үлкен бақытсыздық Зевс құдайдың алтын мүсінін көрместен бұрын өліп кету деп есептеген. Сондықтан да ес білген әр адамға бұл бейнені көру арман болған. Біздің заманымызда, яғни 5-ші ғасырда Зевстің мүсінін Грекиядан Константинопольге, қазіргі Стамбулға көшірген. Мүсін сонда өртте қалып жоқ болды. Бірақ оны көрген адамдардың жан-жақты суреттеп, сипаттап қалдырған көптеген қолжазбалар арқылы Зевстің алтын мүсінінің қандай болғанын көзге елестетуге болады. 5-ші Галикарнас кесенесі. Галикарнастағы мавзолей әлемнің 7 кереметтің бірі болып саналды. Өзінің керемет сәулеттілігі және ұлылығы үйлесімін тапқан Галикарнастағы мавзолей бір кезде керемет адамдар тамашалайтын орындардың бірі қызметін атқарды. Ол біздің эрамызға дейін 4-ші ғасырда Түркияның оңтүстік батысындағы мемлекеттің басты тұлғасы патша Мавсолдың моласы ретінде жасалған. Мавсол біздің заманымызға дейін 377-323 жылдар аралығында өмір сүрді. Кари патшалығының және оған тәуелсіз Парсы империясының бір бөлігінің басшысы болды. Оның атақ-құмар жобаларының арқасында Галикарнас Эгей теңізі жағасына ұлы қала болды. Оның құрылысы Мавсолдың тірі уақытынан басталған. Мавзолейдің жобасын атақты сәулетшілер Сатир, Фифей, Диахар, Скопас, Бриаксид, Тимофей жасады. Мавсол өлгеннен кейін біздің заманымызға дейін 353 жылы құрылыс жұмысын билік тізгінін өз қолына алған әйелі Артемисия 3 басқарды. Артемисия 3-де құрылыс жұмысы аяқталмай тұрып өлген. Өз даңқтарын мәңгі қалдыру мақсатынан мүсіншілер жұмысты аяғына дейін жеткізу керек деп шешкен. Ақырында мемориал қирап, археологтар мавзолейдің көптеген құпияларын ашқан. Галикарнас атты кейін Бодрумға өзгертілген. Мавзолейдің қалдықтары осы қаланың мұражайында сақталған. 6-шы Родос колосы. Родостағы алып мүсін, немесе колос. Артемида мавзолейі мен ғибадатханасының кіші замандасы болатын. Біздің жыл санауымызға дейінгі 304 жылы Александр Македонский державасының мұрагері, алдыңғы Азия мен Сирия билеушісінің ұлы Деметрий Палеоркет кіші Азия жағалауына тиіп тұрған шағын аралдың тұрғындарын ұзақ уақыт қоршауға алған соң кейін шегінеді. Родостықтарға тізе бүктіру үшін Палеоркет сол кездің ең жетілген әскери техникасын қалаға келеді. Қаланы қоршаған әскердің мақтан тұтары Гелиополит деп аталатын аттамалы көпірі бар, тас ата алатын, шабуылшыларын түсіретін алаңқай бар қамал бұзғыш қару болатын. Темірмен қаптап тастаған Гелиополитті 3400 жауынгер қозғалысқа келтіретін. Палеоркет сәтсіз шабуылдан соң Гелиополитті аралдың жағасына тастап кетеді. Міне осы керемет қалаға қыруар пайда келтіріп қана қоймай, даңққа да бөлейді. Қалаға ағылып келіп жатқан саудагерлер Гелиополитті сатып алу үшін мол қаржы ұсынады. Одан түскен қаржыға Родостың желеп-жебеушісі Гелиостың мүсінін орнатуға пәтуаласады. Мүсінді қиюды Лисиптің шәкірті мүсінші Хареске тапсырады. Харес Гелиостың тұрған қалпын бейнелеуді ұсынады. Сол қолынан сусып төгілген жамылғының бір ұшы жерге жетіп, оң қолын маңдайына тигізген қалпы қиырға қарау керек болады. Рас, мұндай тұрыс дәстүр үлгімен үйлеспейтін, алайда Құдайдың қолын алға созылса, алып мүсіннің орнықсыз болатын Харес біледі. 36 метрлік зор мүсінге иығына деңгейлес темір арқалықпен бекітілген үлкен 3 тас бағана негіз болды. Бағаналардың түбі мүсіннің екі аяғы мен жамылғы арқылы тұғырға орнатылды. Жарты ғасыр тұрған Родосты қиратқан аса зор жер сілкінісі алып мүсінді де құлатты. Мүсіннің ең осал жері қос тізесі болып шығады. Родостықтар алып мүсінді тұрғызбақ болады, бірақ ештеңе өнбейді. 977 жылы ақшаға мұқтаж болған араб билеушісі бір көпеске сатқанға дейін қақ бөлінген алып мүсін Родос аралында 1000 жыл жатады. Ал көпес мүсінді қайта балқыту үшін бірнеше бөлікке бөліп, таза қоланың өзін 900 түйеге теңдеп әкетеді. 7-ші Александрия шамшырағы. Александрия шамшырағы әлемнің 7 кереметтің бірі саналатын біздің заманымыздан бұрын 280 жылы салынған архитектуралық құрылыс.
Александра шамшырағын Ніл аңғарына таяу Фарос аралының шығыс бөлігіне Мысыр патшасының Птолемей әулетінің өкілі бұйрығымен книттік Сострат тұрғызған. Кейінгі ұрпаққа өз атын қалдырғысы келген сәулетші Шамшырақтың мәрмәр қабырғасынан Криттен шыққан Декстифон ұлы Сострат теңізшілердің амандығы үшін құтқарушы құдайларға бағыштайды деп жазған. Бірақ патшаның қаһарынан қорқып, жазудың үстін сылап бетіне әміршінің атын жазған. Уақыт өте келе сылап түсіп қалып, ел сәулетшінің өз атын білді. Салыну себебі Александр Македонский Александра қаласының негізін біздің заманымыздан бұрын 332 жылы қалады. Алғашында бұл шағын балықшылар тұратын ауыл болатын. Оның жағасындағы жартастарға үнемі кемелер соғылып апат болған. Қаланың өсіп дамуына байланысты қалаға келетін кемелердің портқа шығынсыз жетулері үшін маяк қажеттілігі туған. Біздің заманымыздан бұрын 229 жылы Александрдың мұрагері Птолемей Сотер жақын жердегі Фарос аралында маяктың құрылысын бастайды. Бұл 20 жыл мезгілге созылды.